Қазір Гродико ауылдық округінің нан піскенін көрдіңіз. Баға беріп кетсеңіз осы нанға. Неғысы жеңіл, жақсы. Ұлттық салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымызды насихаттауға бағытталған Жамбыл ауданында келін батыс байқауы басталды. Бүгін алғашқы кезең аяқтауға жақын. Осыған арнайы келген Жамбыл облысы әкімдігі жастар саясаты мәселе басқарма басшысы келді. Жомарт Дүйсенұлы, қош келдіңіз. Енді осы жерде бірінші кезең аяқтауға жақын. Жалпы байқау жайлы не айтасыз, қандай баға бересіз? Жалпы енді бұл келіндеріміздің арасындағы дәстүрде ұмытылып бара жатқан өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды жаңғырту мақсатында ұйымдастырылып отыр ғой. Сондықтан келіндер жаман емес, бүгін жақсы өздеріне берілген тапсырманы мейлінше орындап шығып жатыр. Сиыр сауу болсын, қамыр жаю болсын, барлық жағынан өздерінің өнерін жақсы көрсетіп жатыр. Жалпы қандай баға бересіз? 5-тен 10-ға дейін санайтын болсақ, балдық есеп. 10-мен есептейтін болсақ 8 деген баға береміз.